ұстаздар мен көрермендер. Бүгінгі вебинарымызға қош келдіңіздер. Психология және менеджмент инновациялық академиясы ұсынған ұстаздың шеберлік палитрасы атты вебинарымызда бүгін мен Рүстемова Жарқынай Бекзатқызы ағылшын тілінен 10 жыл өтілі бар ұстаз спикер боламын. Және сіздерден өтінерім вебинардың соңына дейін отырсаңыздар деймін. Себебі соңында сіздерге ең маңызды тақырыпты қозғайтын боламыз. Сонымен ең алдымен вебинарымыздың мақсатын айтып өтсем, республика бойынша ұстаздарға сабақта қолданатын әдіс-тәсілдер, онлайн платформалар мен онлайн тақталарды таныстыру, олардың қолдану жолын түсіндіру, сонымен қатар аттестацияға қажетті ұстаз ноубуды платформасымен таныстыру. Келесі, мен өзімді таныстырып өтсем, мен осы 4 жылдан бері Smart Ұстаз YouTube каналын жүргіземін, және де Instagram, TikTok аккаунттарда да өте белсендімін. Ол жерде мен өзімнің әдіс-тәсілдеріммен, іс-тәжірибеммен, қандай онлайн тақталар, онлайн платформаларды білемін, барлығымен бөлісіп отырамын. Сондықтан мен алдымен подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Енді ары қарай жалғастырсақ, мен өзімді таныстырдым, вебинардың мақсатын айттым. Енді келесі бөлімдерге кезек берсек. Ең бірінші бөлім бұл бізде әдіс-тәсілдер бөлімі. Яғни мен өзімнің сабағымда қандай әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдаланамын, күнделікті қандай әдіс-тәсілдер оқушыларға қызық, сол әдіс-тәсілдермен таныстыратын боламын. Екінші бөліміміз бұл бізде онлайн платформалар. Яғни сабақта өзімнің қолданатын қызықты платформалармен таныстырамын. Үшінші, онлайн тақталар. Онлайн тақталар осы карантин кезінен бастап өте ауқымды, былайша айтқанда рейтингке ие десек те болады. Онлайн тақталарды қазірде офлайн сабақтарда пайдалануға болады. Сондай онлайн тақталармен де таныстырып кетемін. Енді төртіншісі, әрине барлықтарымызға маңызды, ол аттестация кезінде пайдаланатын ұстаз ноубуды платформасымен таныстыратын боламын. Және ары қарай жалғастырсақ, ең алғашқы әдіс бұл кім жылдам әдісі. Бұл кім жылдам әдісінде балалар сабақта өткен жаңа сөздерді тез есте сақтауға көмектеседі, ой өрістерін дамытады, жылдам ойлауға үйретеді. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады, бір-бірімен жарыса оқуға ынталандырады. Бұл кім жылдам әдісі қалай ойналады? Екі жаққа екі оқушыны шығарамыз, және де олардың қолдарына алдын ала шығарылған карточкаларды беріп қоямыз. Оны әрине рандомны таңдап берсеңіз болады. Сосын олар 3 шаг артқа жасап, теріс қарап тұрады, және де жаңағы 3 шаг жасаған кезде 1, 2, 3, үшінші шақта уже екеуі бұрылып қалып, бір-біріне қарағанда бір-бірінің сөзін айтып үлгеру керек. Кім жылдам, кім бірінші айтады, сол оқушы жеңіске жетеді. Мен өзім бұл әдіс тәсілді негізі 3-ші сыныпта да, 4-ші сынып, 5-ші сыныптарда, барлық сыныптарда 6-ші сыныпқа дейін де қолдана беремін. Себебі балаларға өте қызықты, жарыса орындайды, және бұл бізде балалардың ойлау қабілеттерін тез, жылдам жеткізуге көмектеседі. Келесі әдіс бұл бізде фонарик бағалау әдісі. Бұл фонарик бағалау әдісін мен өзім ойлап тапқан болатынмын, себебі менің ашық сабағыма бір ерекше бағалау әдісі қажет болды. Сол бағалау әдісін осылай ойлап таптым. Бізде міне осындай фонарик деп тұрған ең бірінші суретке қарасаңыздар, ол андроидта да, жаңағы айфонда да, андроид телефонда да, айфон телефонында да осындай фонарик деген жаңа приложение бар. Осы приложениені жүктесеңіздер, осы екінші суретке қарасаңыздар, осындай жаңағы приложениенің өшіріп қосу беті ашылады. Және де осы жерде оқушылар өздерін қалай бағалайды? Осы үстіңгі деңгей бойынша, мысалы оқушы бірінші тапсырмадан 2 балл алатын болса, сол 2 балға деңгейді жылжытады. Ары қарай 5 балл алатын болса, 5 балға дейін жылжытады 5-ші деңгейге. Сонда 2-ге жылжытқанда 2 рет қана өшіп жанады, 5-ке жылжытқанда 5 рет өшіп жанады. Яғни соңында балалар кейбір 8, кейбір 10 алатын болса, 10 алғандардікі қатты өшіп жанады. Енді 3-ші суретке қарасаңыздар, бұл менің сабақта қолданғанда, жаңағы сабақтың соңында осындай әдемі бейне шықты. Енді фонарик бағалау әдісі бұл сабақта ерекше бағалау әдісі. Бұл әдіс арқылы оқушылар әр тапсырмада өздерін бағалап отырады. Сондықтан соңында кімде қанша балл телефон арқылы скрин жасап алуға болады, немесе бірден бағаларын жаңа өздері есте сақтап, менде мынандай деп көрсетсе де болады. Келесі.
Енді онлайн платформаларға тоқталатын болсақ, бұл мен сабақта жиі қолданатын деп айтайын. Жиі қолданатын онлайн платформалар ол бізде біріншісі Bamboozle, екіншісі Quizlet және үшіншісі QuizWizard деп аталады. Қазір мен әрқайсысына тоқталатын боламын. Bamboozle платформасы оқушылар топқа бөлініп жарыса, қызыға ойнайды. Сұрақтардың арасында күтпеген уақытта ұпай берілуі мүмкін, немесе ұпай алынып тасталуы мүмкін. Quizlet платформасында оқушылар жекелейде, топпен де жұмыс жасай алады. Сұрақтарға жауап бергендеріне байланысты рейтинг шығарылады. Бұл Quizlet платформасы телефон арқылы ойнатылады, ал Bamboozle ол бізде тақтада ойнатсақ қызықты болады. Келесі QuizWizard платформасын оқушылар берілген картинкадан тапсырмалар орындау арқылы жекелей жарысады. Оқушылардың критикалық ойлауларын дамытуға көмектеседі. Бұл QuizWizard ойынында телефон арқылы немесе тақта арқылы орындауға болады. Және де айта кететін жайт, мысалы мен Bamboozle платформасын кейбір кабинеттерде ондай интерактивті тақта болмаған жағдайда, оны кәдімгідей өзім телефонымнан көрсетіп ойнатып та жіберемін. Себебі бұл жерде, қалай айтса болады, телефондан да, компьютерден де, тақтадан да барлық жерден ашыла береді. Енді дәл осы Bamboozle платформасына тоқталатын болсақ, Bamboozle платформасында өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай 3 топқа бөлуге болады. Тек қана 3 топқа бөлген кезде сіз тіркелулеріңіз қажет. Ал тіркелмей ойнатам десеңіздер, тек қана 2 топқа бөле аласыздар. Сонымен енді 3 топқа бөлдік делік. Міне сіздерде бірінші суретте көрсетіліп тұр 3 топ. Әр топ бір осы санды таңдау арқылы сұрақтарға жауап береді. Санды таңдаған кезде ол жерде сұрақ шығады, сосын сіз жаңағы тексеру батырмасын басу арқылы ол сұрақты қабылдайсыз ба, дұрыс емес па, қызыл немесе жасылды басып, ол топтарға ұпай бересіздер. Одан кейін міне ары қарай 3-ші, 4-ші, 5-ші суреттерде өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы осындай күтпеген жағдайлар шығады. Мысалы, біріншісінде swap points деп тұр, яғни балдарды мысалы 3-ші топта 15 балл, бірінші топта 10 балл болса, бірінші топ пен 3-ші топтың бағаларын керісінше мына жаққа 15, мына жаққа 10 беретін болады. Келесі, бұл бізде give 25 points деп тұр. Яғни, сол мысалы екінші топ цифр таңдап тұр ғой, санды мысалы 7-ні таңдады. 7-ні ашқан кезде осы give 25 points деп шықты. Яғни, сол жаңағы екінші тобымыз басқа топқа 25 балын береді. Ол әрине бірінші топқа бере ме, 3-ші топқа бере ме, өздері таңдайды. Сонымен олар ондай кезде прям балалар мынандай күтпеген бір осындай нелер шыққан кезде қатты қуанады или деп жаңа настроениялар түсіп кетеді топпен. Сонымен қатар келесі мынандай ракета шығуы мүмкін, go to first place. Мысалы 1, 2, 3-ші топтарда, мысалы бірінші топта 15 балл, екінші топта 12 балл, 3-ші топта 10 балл болса, бірақ 3-ші топ бір санды таңдау арқылы осы go to first place, бірінші орынға бар деген ашылатын болса, ол жаңағы 3-ші топ 10 балмен тұрған бірден 20 балға көтеріледі, бірінші топ пен екінші топтың алдына шығады. Яғни бірінші орынға бар деген сөз. Міне осындай өте қызықты платформа, менің оқушыларым тіпті күнде ойнатсаң жалықпайды. Бір күн ойнатсаң, ертесі күні апай ойнайықшы деп жаңағы осы ойынды сұрап тұрады. Енді бұл ойынның құрастырылудан келетін болсақ, бұл ойынды кез келген пәнге өздеріңіз тіркеліп құрастыра аласыздар, сұрақтар құрастыра аласыздар. Кемінде мысалы мына жерде 15 сұрақ па, оның 5-еуі жағындай мынандай күтпеген нелер шығуы мүмкін. Күтпеген жағдайлар шығуы мүмкін да, ал қалған 10 сұрақты сіз құрастырасыз. Сосын олар өздері рандомна қай санға мына жаңағы go to first place, бірінші орынға бар, немесе ұпайыңды алмастыр деген жаңағы күтпеген жағдайларды қай санға қояды, бұл өздері біледі. Сіздерге рандомна қойып береді. Балалар тақтаға шығып, егерде интерактив тақта жаңағы touchscreen бар болса, балалар тақтаға шығып өздері басса болады, немесе сіз компьютерда барлығын басқарып отырсаңыз болады. Келесіне көшсек,
Келесі бізде Quizlet платформасы. Quizlet платформасын мен енді осы жылдан бері ғана, осы 2025 қаңтардан бастап пайдаланып жүрмін. Әсіресе бұл жерде не қызық? Бұл жерде квиз ойындары бар, карточка арқылы сөзді жаттатуға болады. Озвучивание деген бәріне өздеріңіз көріп тұрғандай, сөзді дұрыс айтып, балаларды қайталатуға болады. Сосын блоки ойын арқылы балаларға серікту сәтін ұйымдастырып жүрсе болады. Сосын проверка, сөзді тексеріп шығуға болады, есте сақтады ма, кім неше сөз есте сақтады. Сосын подбор жасауға болады. Сәйкестендіру подбор деген жаңағы мына жақта қазақша сөздер, мына жақта ағылшынша сөздер шығуы мүмкін. Соларды бір-біріне сәйкестендіріп біріктіреді. Және де ең қызығы бұл бізде Quizlet Live және Blast. Яғни Quizlet'ті ең бірінші ол Quizlet Live деген жаңағы онлайн, сол жерде квиз ойнайтын болады балалар. Телефондар арқылы, телефонмен жаңағы дайын QR-код шығады. Сол дайын QR-кодты сканерлеу арқылы балалар топпен немесе жекелей жұмыстар жүргізуіне болады. Енді мына жерде сіздерге мына Lure деп тұр ғой, бұл менің тапсырмам болған. Бұл Blast ойыны. Телефонда дәл осылай шығады. Мына жерде міне жасыл, көк, розовый, күлгін енді қазақша. Осындай түстер тұр ғой. Ол бізде топ мүшелері. Кейде топ мүшелері 4 болуы мүмкін, 4 оқушы, кейде 3 оқушы болуы мүмкін. Және де әр топта, мысалы, бірінші тұрған күлгін түстегі оқушы бірінші жауап беріп тастаса, уже қасындағы көк және жасыл түстегі оқушылар жауап бере алмай қалады. Бірақ та астында тағы бір үшінші суретті көрсеңіздер, олар неше минутта жауап берді, топ мүшелерінің қайсысы көп дұрыс жауап берді, ол рейтинг бойынша шығып тұрады. Мысалы, мына жерде группа 0 деп тұр. Ол бірінші ол группа 0, группа 1, группа 2 деп бастайды. Ол енді ничего страшного деп ойлаймын, ештеңе етпейді. Бұл бізде мысалы группа 0-да аттары шығып тұрады. Және де кім, қандай орын алғандары, балдары шығып тұрады. Бұл жерде тағы бір ескере кететін жағдай, тағы бір оқушыларға айтатын жағдай. Бұл жаңағы, егер оқушы, мысалы, 10 сұрақ делік, 10 сұрақтың 5-еуіне жауап беріп келе жатады, 6-шысына дұрыс жауап бере алмай қалса, онда балы -1-ге жаңағы азаяды. -2-ге, -3-ге азайып кетуі мүмкін. Балалардың дұрыс жауап бергендеріне қарай дұрыс жауап бере алмай қалса, ол бала өзінің балынан айырылады, былайша айтқанда. Сосын келесі. Тағы да айта кететін жайт, бұл жерде топтық жұмыс немесе жекелей жұмыс деп кірген кезде, ойнатқан кезде таңдасаңыздар болады. Сосын, мысалы, былай да жасаса болады. Ағылшынша сөз тұрады ғой, астында 4 вариант қазақша тұрса, немесе керісінше бір қазақша сөз, астында 4 ағылшын варианты тұрса деп, 2 түрлі вариантты таңдай аласыздар. Яғни сіздер бірінші оқушы ағылшынша оқып, сосын қазақшасын таңдасын ба, әлде қазақшасын оқып, ағылшыншасын таңдасын ба деген сияқты өздеріңізде осындай таңдау тұрады. Ойынды жаңағы бастаған кезде солай таңдап, одан кейін топ мүшелерін топпен ойнататын болсаңыздар, таңдасаңыздар болады. Және де топты араластыруға болады. Мысалы, 3 топ шықты делік, біреуінде 4-еу, біреуінде 4-еу, біреуінде 3-еу. Сол оқушыларды тағы да перемешать группу батырмасын басу арқылы топтарды араластырып жіберуге болады. Енді келесі платформаға келетін болса, бұл бізде QuizWizard платформасы. QuizWizard платформасын мен тоже жақыннан бастап пайдаланып келе жатсам десем болады. Бұл жерде де жаңа Quizlet сияқты QR-кодты сканерлеу арқылы оқушылар өз есімдерін жазу арқылы ойнаса болады. Немесе QR-код сканерлей алмаса, осылай quizwizard.com сайтына кіріп, осы кодты теріп, 49543 мысалы, сол кодты теру арқылы да кіруге болады. Енді мен мына жерде тек қана 2-ақ тапсырма жасап қойдым. Енді мысалға келтіру үшін. Мысалы, енді кез келген осы құрбақаның суретін ала салдым. Және міне өздеріңіз көріп тұрғандай, көкпен тұр, бір деп,
сосын жар деп сарымен тұр. Бұл жерде жаңағы жар ол мен, Жарқынай деп тұр. Яғни Жарқынай бірінші сұраққа жауап берді, екінші сұраққа да жауап беріп жеңіске жетті деген сөз. Міне мына жақта сол жақ экранның сол жағына қарасаңыздар, міне 2 секундта, мен 2 сұрақ құрадым, 2 секундта жауап берді, жеңіске жетті деп тұр. Тура солай сол жақ экранның сол жағында балалардың, оқушылардың неше секундта жасағаны, кім бірінші болғаны жазылып тұрады. Міне 1-1 деп тұр, финиш деп тұр. Яғни мысалы 5-тен біреу ғана бітірді, 10-нан біреу ғана бітірді, 10-нан 2 ғана бітірді деп осы жерде көрсетіліп тұрады. Және де ойын аяқталғанда ойын аяқталды деп басасыздар. Сосын мына сұрақтарды құраған кезде мына экранның кез келген жеріне мысалы бір таудың суретін алып, немесе мына ағашты, мысалы ағаштың бұтағы. Сол ағаштың бұтағының кез келген жеріне сұрақтарды қоясыздар. Олар сол сұрақтарды басу арқылы жауап береді сұрақтарға. Бұл бізде Quizlet платформасы. Бұл Quizlet платформасында да тек ағылшынша емес, жаңа тілін қазақшаға, орысшаға аударып алып, өздеріңіз сұрақтарды да қазақша, орысша, физика, математика, биология, әртүрлі пәндерден жасай берсеңіздер болады. Негізі оқушыларға өте қызықты деп ойлаймын. Тем более мынандай картинканың арасынан жаңағы тапсырмаларды табу, сол тапсырмаларды дұрыс орындау, бір андай қалай айтса болады. Енді сондай бір квиздің түрі де бір өзгешеленіп тұрады да, бағана Quizlet сияқты емес, уже бұл жерде кішкене картинкалардың арасынан сұрақ тауып, соған жауап береді. Сол үшін оқушыларға өте қызық деп ойлаймын. Енді келесі онлайн тақталарға келетін болсақ, онлайн тақтаның әрине енді кейбіреулеріңіз білесіздер, кейбіреулеріңіз білмейсіздер. Бізде ең өте танымал дейікші Classroom Screen және Jitsi онлайн тақталары бар. Соның ішінде ең бірінші тоқтала кетейін дегенім бұл менде Classroom Screen. Classroom Screen онлайн тақтасында біз не істей аламыз? Енді бұл Classroom Screenнің мүмкіншіліктерін білмеймін. Мен қазірдің өзінде экранға шығарып отырғаным бұл өте аз, жартысы ғана. Мүмкіншіліктері өте көп. Мысалға, ең бірінші көріп тұрсыздар, бұл бізде пол смайликтермен тұрған. Мен әр ашық сабағымда немесе әрбір жай сабақтарымда кері байланыс алу үшін осы пол жаңағы мүмкіншілігін, Classroom Screenнің пол батырмасын басу арқылы осы мүмкіндігін пайдаланамын. Смайликтер арқылы, мысалы, жасыл смайлик түсіндім, сары смайлик сұрағым бар, қызыл смайлик жаңағы түсінген жоқпын деген сияқты. Солай балаларыңызға айтсаңыздар, интерактив тақтаға келіп, жаңағы осы смайликтерді басу арқылы кері байланыс берсе болады. Бұл әрі оңай, әрі интерактивті тақтада біздің ашық сабағымызды түрлендіре түседі. Және де бұл жерде жаңағы түстерді өзгертуге болады, смайликтерді көбейтуге болады. 5-6 смайликке дейін. Енді мен 3 смайлик жасап қойдым. Сосын балалардың жауаптарын көрсетпеуге болады. Мысалы, бір құпия дауыс беру дейікші, құпия дауыс беру болған жағдайда осындай пайдалануға болады. Келесі астында тұрған бұл бізде таймер. Таймерді 1 минутқа, 2 минутқа, енді кез келген 10 минут, 60 минутқа дейін таймерді қойып қойсаңыздар болады. Мен бұны да өзімнің сабағымда жиі пайдаланамын. Бұл жаңағы мысалы мен бір тапсырманы берем, 3 минутқа таймер қоям, таймер біткен кезде өзі дыбыс шығады, дыбыс береді. Сол дыбыс берген кезде балаларға уже аяқталды деген белгі болады. Келесі таймердің жанында тұрған бұл бізде Group Maker, және бұл групп, қалай айтса болады, топ жасағыш, топ жасағыш. Мысалға, топ жасағыштың жаңағы настройкасына барасызда, бүкіл сыныбыңыздағы оқушылардың, мысалы 12 оқушы болса 12, 15 оқушы болса 15, барлығының списігін жазып шықсаңыздар, Group Maker батырмасын басқанда сіздерге 4 топқа, 3 топқа, даже 2 топқа бөліп беруге болады. Ол жерде настройкасынан сіздерге неше топ керек екенін таңдасаңыздар болғаны. Тура осылай балалардың аты жөндерін 4-3-2 топқа бөліп береді. Келесі, енді осы топ Group Maker'дің үстінде тұрған, бұл бізде рандомайзер. Бұл да сабақта қолданғанға өте қызық. Мысалы, енді оқушыларға сабақ сұраған кезде, мысалы, Алина, сен айт,
Бексұлтан сен айт деп тұрғанша, мен ойлаймын, осындай рандомайзер арқылы оқушыларға да қызық, өзіңізге де кім сабақ айтатыны қызық. Мына жаңағы стрелка тұр ғой астында, бірінші настройкасына кіріп тоже балалардың списогін жазып аласыздар. Одан кейін осы астындағы көк стрелканы басу арқылы рандомайзер жүреді да, кез келген оқушының есімі шығуы мүмкін. Сол оқушы мысалы сөздік айтады, немесе сабақ айтады, немесе үй тапсырмасын айтады, немесе сұраққа жауап береді. Рандомайзерді кез келген мақсатта пайдалана беруге болады. Бұл да оқушыларға өте қызықты. Енді келесі рандомайзердің жанында бұл бізде айтса болады, sound level деп тұрады енді ағылшынша. Бірақ қазақша айтсақ болады, шуды бақылайтын, шуды бақылау десек те болады. Оқушылар мысалы қаншалықты шулайды, сол кезде мына стрелка көтерілетін болады. Стрелка қызылға жеткенде автоматически жаңағы дыбыс беріледі. Демек, балалар шулап бара жатыр деген сөз. Яғни осы шуды бақылайтынды қосып қойсаңыздар болады. Сосын осы арқылы микрофонды өшірсеңіздер болады, немесе дыбыс шығаруды да өшіріп қойсаңыздар болады, екі жағында тұр. Сосын жаңағы астында мына колокольчиктің суреті тұр ғой, колокольчик 1 деп. Яғни балалар 1 рет шулағанда 1 шығады, 2 рет шулағанда 2 колокольчик. Яғни балалар неше рет шулады, сонша колокольчиктің жанында сан жазылып тұратын болады. Енді осының астында бізде мынандай белгі тұр. Бұл белгі сабақта мысалы тыныш отыру керек болса, осы белгіні басуға болады. Сосын жаңа тыңда деген белгі бар. Сосын қаттырақ айт деген белгі бар. Сосын жаз деген белгі бар. Белгілер арқылы, тем более бізде қазір инклюзивті оқушылармен жұмыс болып жатыр. Сол инклюзивті оқушыларға мен ойлаймын пайдалануға өте қажет және қызықты. Енді осының жанында келесі ең соңғы бұл бізде бағдаршам. Қазір TikTokта барлық жерде осы кері байланыс беруге арналған ең атақты бағдаршам әдісі деп айтсақ та болады. Барлығы пайдаланып жүр. Енді бұны мен білмеймін, мен бағдаршам әдісін бұлай кері байланысқа пайдаланып көрген жоқпын. Бірақ мен сабақта бұлай пайдаланамын. Мысалы, бір тапсырманы бердім. Осы бағдаршамды қойып қоямын тақтаға. Интерактив тақтаға. Содан кейін бірінші қызыл жанып тұрады. Демек, әлі жасамайды. Одан кейін сары жанғанда дайындалыңдар деймін. Уже жасыл жанғанда баста. Балалар бастайды, уақыт өтеді, таймер жүреді. Уже балалар жұмыстарын аяқтаған кезде, немесе уақыт аяқталған кезде қызылды басып, бітті, уже уақыт аяқталды деп айтсақ болады. Мен жаңағы бұл бағдаршамды солай пайдаланамын. Енді әрине бірнеше көптеген, мысалы сыныпта 12 оқушы болса, 12 бағдаршамды шығарып қойып, кері байланыс алсаңыз да болады. Тура осындай жаңағы пол сияқты қызыл жаңағы сұрағым бар, сары қызыл түсінбедім, сары сұрағым бар, жасыл бәрін түсіндім деп кері байланыс алсаңыздар да болады. Енді келесіне тоқталсақ, келесі бізде Jitsi онлайн тақтасы. Міне мен көрсетіп тұрмын, ең қатты маған ұнаған және де бәріне жаңалық болған осы онлайн тақтаның бір мүмкіндігі. Ол бізде, міне тағы да қосып жіберейін, міне осылай перденің ашылуы, тақырыпты ашқан кезде, бір тақырыпты балалар мысалға өздері ашу керек болады. Сол кезде де пайдалануға болады. Менің бірнеше ашық сабағымда артында қатысып отырған ұстаздарды да, оқушыларды да жалпы қызықтыра алған деп айтайын. Осы біздің жаңағы тақырыпты ашу сәтіміз. Және міне тағы бірінші суретте көріп тұрсыздар, Jitsi-дің де ішінде дайын ойындар бар. Міне vocabulary сөздіктерді қайталауға болады, немесе бұл ағылшын емес, менікі басқа пән десеңіздер. Тақтаның өзі ішіне кіріп, бұл жерде де сол Classroom Screen сияқты бағдаршам, видео қоюға болады, сөз қоюға болады. Classroom Screen'де де дәл солай. YouTube'дан видео қойсаңыздар болады, өз видеоларыңызды фото қоюға болады. Және де енді Classroom Screen'да өздеріңіз Google'дан фото әкеп қоясыздар. Ал мына Jitsi-да бір жақсысы, осы Jitsi-дің жаңағы поискіне жазсаңыздар, астында міне фото видео деп тұр ғой. Сол фото-видеоға бассаңыздар, поиск шығады. Мен мына germs, мысалы, микробтардың суреттерін осы Jitsi-дің өзінен алдым. Енді қарап тұрсаңыздар, өте
андай қалай айтса болады, мультяшный, балаларға қызық сондай суреттер шығады. Сондықтан Jimzyдің бір артықшылығы осы десек те болады. Автоматически жаңағы өзі суреттерді сол жерде табуға мүмкіндік береді. Немесе Google'дан іздесеңіздер болады, немесе жаңа автоматты түрде сол жерден YouTube'дан бір видео іздеп салсаңыздар болады, немесе дайын видеоның ссылкасын салып қоюға болады. Енді келесі ең маңызды және біздің соңғы бөліміміз бұл ұстаз платформасына арналады. Мен өзімнің YouTube каналымда осы ұстаз платформасына арналған видео салдым, және де ұстаз нобыды, жаңағы жұмыс нобыдыға арналған видео салдым, және де бұл видеоларым өте актуалды. Қаралымдар өте көп жинап жатыр, себебі қазіргі ұстаздарға қажет платформа, қазір бұрынғыдай папкаге салып жетістіктерді жинамаймыз. Осы дайын платформаларға салу арқылы аттестациядан өтуге болады. Осындай дайын платформаларға салу арқылы жұмысқа кіруге болады. Осы мүмкіндіктердің барлығын ұстаздар қазір пайдаланып жатыр. Енді міне ұстаз платформасына осылай кіресіздер. Жаңағы тіркелесіздер өздеріңіз аккаунттарыңызбен. Сосын тіркелгеннен кейін осындай бірінші бет ашылады. Аты жөніңіз, телефон номеріңіз, email почталарыңыз шығып тұрады. Енді ары қарай үстінде жаңағы тілін өзгертуге болады. Сіздерге келген қандай да бір хаттарды көруге болады, және де белгілі бір жаңағы еске салатын колокольчиктің суреті ғой, солны басу арқылы бір уведомленияларды тоже көруге болады. Енді бірінші бөліміне келетін болсақ, бірінші бөлімінде бұл сабаққа қатысу және өзара сабаққа қатысу. Өзара сабаққа қатысуда сіздер сабаққа қатысқан папкаларыңызды салып қоясыздар. Біреудің сабағына қатысқан, сіздің сабақтарыңызға қатысқан, ішіне кірсеңіздер, жаңағы әртүрлі бөлімдер ашылатын болады, сол жерге жүктейсіздер. Екінші, бұл бізде сабаққа қатысу парағының жаңағы бағалау парағы. Бағалау, мысалы, бізге сабаққа қатысатта, бізге бағалау парағын жаңағы жазып береді, астына бағаларын қойып, комиссия мүшелері. Сосын үшінші, жаңағы біліктілікті арттыру курстарына қатысуыңыз, мысалы, жаңартылған бағдарлама, сол сияқты біліктілікті арттыру пәндік курстар. Сосын бұрын соңды егер аттестациядан өткен болсаңыз, мысалы қазір педагог категорияңыз бар, немесе педагог-модератор категорияңыз бар, оны қай жылдары өттіңіз, қашан өттіңіз, осы жерге данныйды жазып қойсаңыздар болады, немесе негізі ЭЦП-мен кірсеңіздер, барлық данный сіздерде жазылып тұрады. Келесі, осы қазір өтіп жатқан жаңа категорияға тапсырайын деп жатырсыз ғой. Сол категорияға тапсырып жатқан бойынша да сіздердің нәтижелеріңіз осы результаты ОЗП бөлімінде сақталып тұрады. Яғни ОЗП деген ең бірінші бөлімі тестке барып келесіздер. Келесі, бұл жерде обобщение опыта деп тұр, және бұл демек семинарларға қатысу, осындай семинар тренингтерде сөйлеу, вебинарларда сөйлеу, негізі облыстықтан басталады. Облыстық, халықаралық, республикалық осындай вебинарларда өз іс тәжірибеңізбен бөліссеңіз, осы жерге, осы бөлімге салып қоясыз. Сосын енді үстінде мои методисты бөлімі тұр. Мои методисты бөлімінде сіздерде мектептің, қайтса болады, мектеп немесе аудан орталығының бекітілген сіздердің сабақтарыңызға кіріп бағалай алатын методистер тұрады. Осы батырмаға бассаңыздар, сол методистердің аты жөні тұрады. Ол методистерде тура офлайн ОБД-ға кіру арқылы сіздердің сабақтарыңызды көріп, өздері бағалап, осы ОБД-ға жүктеп қоя алады. Енді міне осы біздің аттестациядан өтуге көмектесетін платформамыз осы. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, астында комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, және де айта кететін жағдай. Инновациялық
және де психология және менеджмент инновациялық академиясына алғысымыз шексіз. Осы вебинардың өтуіне өз үлестерін қосып, менің сіздерге көптеген жаңа платформалар, жаңа әдістерді таныстыруыма үлестерін қосып отыр. Психология және менеджмент инновациялық академиясына мың алғыс. Және де осы академия арқылы сіздер курстан өтіп, өздеріңіздің біліктілікті арттыру курстарыңыздан өте аласыздар. Бұл академия Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен бұйрық бойынша жұмыс жасайды. Сондықтан қорықпаңыздар, бұл жаңағы аттестацияға жарамды курс. Өздеріңіз онлайн, офлайн оқи бересіздер. Кімдерге жетістік керек? Міндетті түрде астында ссылкасын қалдырып кетеміз. Сол ссылкаға кіру арқылы өздеріңіз жаңағы заявкаларыңызды тастап кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Modern Education Center IPA академиясы және Шарқынай Бекзатқызы.